Бірлік? Что? Что білесің? Неге шүлдірлеп орысша сөйлейсің? Қазақсың ғой сен. Қазақша сөйле бұдан кейін. Бұл, кешіріңіз. Екінші қайталанбайтын болсын. Сосын Бірлік, ертең сен қарындасың келеді жұмысқа. Соны қабылда. Жұмыс істейтін болсын. Түсінің ба? Тоқта. Әр ізің бақылауда болады. Тоқтат, сіз қазақша сөйлейтін боласыз. Ол өзі біледі қандай тілде сөйлеседі. Бүгін жалпы есепші келмейтін болып, қазір сен бағанағыда ұйықтағанды көретін болсаң, бұдан былай жұмыстан шығарып жібере алып, сондықтан жұмысыңды жөндеп атқар, түсін бе? Құсай. Қалай саған? Жақсы, өзің қалайсың? Бекасылаға не үшін жүр? Мен ертең Алматыға кетіп барадым, жұмысыма. Мына білесің ғой, Бекасыл, мен көмекшім. Иә, білем. Осы саған көмектесетін болады. Жарайды. Сосын кешегі жұмыс не істедіңіз? Жоқ, бітіре алмадым. Түнімен офисте не істедіңіз сонда? Білесің ғой, бір күнде бітіре алмайтын. Сезім қайда? Сезім бүгін жұмыстарымен келе алмайды-ау деймін. Жүр сен жұмыстарымыз. Біздің бастықшы бүгін ғана көрдім, таза тоз қазақша сөйлейді. Шошып кеттім. Ол қандай бастық? Қазақша білмейтін. Ол осы жерде мекемелік бастығы болады. Оны алдап жүрген алаяқты біз ұстау керекпіз. Онда өзіміз қатырамыз онда. Онда кеттік, таныстар емес. Айтпақшы бастық жұмысқа жаңадан адамдар үйіне жатыр. Сен неге менің орныма отырсың? Мен ағашы жұмысқа шақырды ғой. Тұр. Жарайды. Біріңізді қалайсыз? Короче, мына бала ағам орнына көмекші болатын болады. Сен ғой мен көмекшім? Какая разница? Мен ертең Алматыға кетіп барадым. Менің орныма осы көмекші болады. Так, жарайды, онда отырыңдар, Не істеп жатсың мен? Ештеңе. Қолымдан көрсет. Сұрамаймын. Кел. Бере алмаймын дедім мен. Кел.